Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен бешбармақтың қамырын қалай жаю керегін үйренетін боламыз. Менен де күшті етіп жаятын адамдар бар шығар, бірақ та менің әдісім осылай. Ең алдымен еттің сорпасына осылай бір пиала алып аламыз. Содан соң мұздай суды араластырып, екеуінен бір кесе қосып, үстіне 2 шай қасық тұз салып, содан соң електен керекті ұнымызды өткізіп алатын боламыз. Мысалы, мен осы дайындаған қамырымнан 2 зуала қамыр шығарамын. Сіздерде қалай? Бір кісі комментарий бөлімінен бешбармақтың қамыры қалай жайылатынын салыңызшы депті. Сіздердің қалауларыңыз бойынша мен осы рецепті салып отырмын. Ораза айында аузы шарға ыстық тамақ жегілеріңіз келіп, ауылдан келген еттен осылай біз бешбармақ жасадық. Мен ылғида осылай қамырын жасайтын кезде бешбармақтың осы әдіспен дайындап алатын боламын. Және де егер де осы қамырдан бөлік қалып кеткен болса, мен басқа да вареники немесе түшпәраның қамыры ретінде пайдаланып жей беремін. Сіздерде қалай? Осылай зуаламыз дайын болған соң 20 минутқа тындырып қойып, өздеріңізге қажетінше ұн сеуіп алып, бір-бірінің үстіне шетін жақсылап осылай видеода көрсетіп тұрғандай етіп жасап алсаңыздар, қамырларыңыз өте жақсы болып жайылатын болады. Менің әдісімен жасайтын қыз-келіншектер болса, пікірге жаза кетіңіздер. Қамыр езілмейді, жыртылмайды, өте жақсы болып шығады. Содан соң, егер де бешбармақтан қалып кететін болса, одан нарын жасаймыз. Шымкент жақта оны турама деп атайды. Ал сіздерде қалай атайды? Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып, пікір бөліміне өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Бешбармақтың адам өміріне пайдасы өте жақсы, әсіресе сорпасы. Менде толық рецепт каналымда бар. Жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деп сенемін. Бірақ та мен білемін, әрбір қыз-келіншек бешбармақтың қалай дайындалу тәсілін біледі деп ойлаймын. Неліктен біз бешбармақтың сорпасын алып қосып жасаймыз қамырды? Өйткені жайылып болған кезде де қамырдың суы қайнап шыққанша тұрған кезде мүлдем бір-біріне қамыр жабыспайды. Арасына ұн себудің қажеті жоқ. Сол үшін де көп кезде мен міндетті түрде сорпаны алып қалуға тырысамын. Және де қамырды салмас бұрын алдын ала сорпаны алып, жеке өзін алып дайындап қоятын боламын. Сорпаның дәмі адам ағзасына пайдалы және дәмді болғандықтан. Әсіресе мен қызым немесе өзім үйдегілер ауырып қалған кезде міндетті түрде бешбармақтың сорпасын бұрыш сеуіп беретін боламын. Ол өте жақсы және пайдалы. Менімен соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Ораза қабыл болсын.